Ықылым замандардан бері ата-бабаларды құрметтеу қазақ халқының дүние танымындағы ең маңыздыларының бірі. Және бүгін біз ғылыми, гуманитарлық және спорт саласында әсерлі көрсеткіштерге қол жеткізген жүздеген, тіпті мыңдаған оқушылардың жетістіктеріне елеулі үлес қосқан Станислав Балтабекұлы Тынысбеков туралы айтатын боламыз. Қашан болса да осындай еңбек болса, осындай жарыстарда тойда болады, сондықтан айналайындар өнекейлерімізді ұлырақ береді. Алда көз алдары зор болсын, табыстан табысқа жетерімізді. Рахмет сіздерге. Станислав Тынысбеков бүкіл саналы өмірін жаттықтырушылық педагогикалық қызметке арнап, спортшылардың сапасы дайындық жағдайына байланысты екенін түсініп, ол өзінің баласындай болған бокс мектебінің инфрақұрылымын үнемі жетілдіріп отырды. Оны кейіннен есіктегі спорт орталығына айналдырды. Барлық қажетті құралдармен жабдықталған Станислав Тынысбековтың спорт кешені балаларға жекпе-жек пен ойын спорт түрлерін таңдауға мүмкіндік берді. Қазақстанның есімі аңызға айналған боксшылары арасында Станислав Тынысбеков өз ұрпағының танымал және беделді шаршалаң шеберлерінің бірі ретінде өтті деп айтуға әбден болады. Өйткені біздің ақсақал Алматы облысынан бокстан КСРО-ның алғашқы спорт шебері. Ол көптеген дәуірлердің және бүкіл идеологиялық өзгерістердің мұрасын өз мойнына алуға лайықты миссияға ие болды. Станислав Балтабекұлы даңқты және ұлы батырлардың ұрпағы. Әулеттің тарихы 16 ғасырдан бастап Станислав Балтабекұлы шәкірттерінің 21 ғасырдағы тәуелсіз Қазақстандағы әлемдік жетістіктеріне дейін өтті. Жас кезінде оның спорттағы кәсіби шеберлігі әр уақытта арта түсті. Ол әрдайым құрдастарымен өзінен кіші жолдастары үшін алаңдаушылық тудырды. Өйткені ол әділетсіз қарым-қатынасқа қатысты барлық өмірлік драмалардан өтеді. Сондықтан оның жас ұрпаққа деген түсінігі басты басымдыққа айналды, және ол ата-бабаларының бұл жазасын өмірінің соңына дейін арқалап, балаларына тапсырды. Мен Станиславты 60 жылдардан білемін. Біз бір қатар бокспен шұғылдандық. Ол кезде спорт шебері болу деген өте қиын болатын. Спорт шеберіне ол кезде Москва ғана бекітетін. Сондықтан да оның ережесі де талабы да өте жоғары болды. Міне сол кезде тұңғыш сол Алматы облысынан спорт шеберінің атағын алған осы Станислав. Ал енді бір күн келе ол тек қана ол бокс емес, Станиславтың мынау педагогтық өмірі де өз ерекше. Ол жастарға тәрбиесі, соның ішінде осы кейінгі кезде спорттан, сол спорт мектебінде, соны спорттың облыстағы дамуына тікелей үлес қосқан азаматтың бірі. Станиславтың жалпы өмірге көзқарасы, осы бала тәрбиесіне көзқарасы, оның адами болмысы өте жоғары, нағыз азамат деп айтуға болады. 30 жылдай бірге болдық. Бір-бірімізге ешқандай қатты артық сөз сөйлегеніміз жоқ. Бір-бірімізге сіз бен төке, сәке солай өттік. Ол өзі скромный был, шынында да. Станислав Тынысбеков өткен ғасырдың 30 жылдарында дүниеге келген. Бұл уақыттың қаншалықты қиын болғаны, ашаршылықтың салдары кеңес тұрғындарының мойнына қаншалықты ауыр салмақ түсіргені барлық жерде өмір сүріп, адамдар өркениетті әлем фашизмнің қауіпіне тап болған қайғыдан әлі айықпаған кезеңдер болатын. Әскери бола тұра Балтабек Жаркент Қапал әскери бөлімшесінің взвод командирі болды. Мұнда тағдыр оны өз өмірін Макинурмен байланыстыруға бұйрық берді. Балтабектің Макинурмен отбасылық одағы
кеңес елінің индустриалды дамуының шыңында қалыптасты. Көп ұлтты қоғамда отанға деген патриоттық сезім басым болды. Әсіресе бұл әскери қызметшілердің санасында терең отырды. Ал капитан және полк командирі атағымен Балтабек қиыр шығысқа жіберіледі. Осы уақытқа дейін оның отбасында 2 қыз Әлима мен Клара өсті, ал 3-ші қызы Бибінұр болды. Балтабек Тынысбековтың өміріндегі ең маңызды және айтулы сәт. Станислав жолдасы Балтабекті бір өлімнен құтқарды. Олар екеуі әңгімелесіп тұрған сәтте Станислав Жапон самурайының Балтабек Тынысбековты қалай нысанаға алып көздегенін бірінші болып байқайды. Және оны жолдас командир деп өзіне қарай шақырып, сол мезетте оны өз денесімен жауып үлгереді. Оққа қарсы қасқайып тұрып қаймықпаған Станислав есін жоғалтпастан қайтыс болады. 1938 жылы 16 мамырда Балтабектің ұлы дүниеге келді. Сол сәтте ол өз өмірін сақтап қалған ардақты досының құрметіне өз ұлына Станислав есімін берген екен. Сөйтіп жүрген кезде жаңағы жапондар бір жерде енді атайын дейді ғой. Атпақшы болып бүйтіп көздеп тұрғанын сезеді де, Станислав деген поляк жігіті, бойы ұзын 2 метр, жолдас командир дейді де, ананы атып жатқан адамның алдынан келіп Балтабекті бүйтіп жауып қалады. Жауып қалғанда оқ жаңағы Станиславқа тиеді. Поляк жігітіне. Содан кейін бұл тұрып айтады, өзінің әйелі 2 қабат екен, сонда жаңағы Балтабектің. Енді мына Макинұр, менің әйелім ұл туса, мені осы ажалдан құтқарып қалған Станиславтың атын беремін дейді. Ұрпақтарым менің, жауды іздемеңдер, дос іздеңдер. Жау өзі күледі, ал досты таба алмайсың. Станислав Тынысбековтың әулетінің оқиғалар тарихы ұрпақтар мен замандастар үшін үлгі алатындай. Оның әкесі Балтабек пен оның бүкіл отбасының тағдыры болашақта ұлттық қазынаның үлгісі болды. Ұлы Отан соғысының басында Балтабек Тынысбеков өзінің взводымен бірге кеңестік Украинаны жаудан қорғап, қайғылы қаза тапты. 41 жылы Житомир қалада Украина соғыс басталды. Сонда Балтабек аға айтады әйеліне, жеңгеге. Мына үлкен қызы Станиславға 38 жылғы, әпкесі бар 34 жылғы. Үлкен әпке 32 жылғы. Айтқанда, үлкен әпке қайтыс болды, екінші әпке бар апасы. Сонда жаңа айтады әйеліне, кіші қыз дейді, үстіне жат қыз дейді. Үлкен қыз үстіне жат қыз. Өзінің үстіне жат, бірақ елге алып кел дейді. Алып бар дейді. Сонда талғарға келген, 3 жыл бала талғар, әкесі өскен. Сол өзі кітап оқиды, және де бокс арқылы дети войны дейді ғой. Ростовтан, Бандюга бәрі келеді ғой. Содан өткен. Талғарда келген. Онда ақ құлақтар болған, қалған қазақтар шыққанда не етпеген жаңағы. Менсінбеген. Сонда өткен ол. Сосын бокс қалай барады ол? Талғардан Алматыға жаяу бара, жаяу келеді. Көрдіңіз ғана сол кісі. Бірінші спорт шебері Алматы облысының. Алтын 5-ке кіреді ғой Қазақстанның бокс. Атқандай. Ереке өзін көрдің. Ол ақиқат. Жарысында талай келді, саған рахмет. Жарысында көрдің, кішкене болады. Ол тәлім тәрбие ғой. Негізінде әлем чемпионы, олимпиада чемпионы мақсат емес. Айтқандай. Парыз ер азамат болу. Халыққа риясыз қызмет етуді бірінші орынға қойған адамдар осындай тағдырларды күні бүгінге дейін құрметтейді. Бірақ Станиславтың өзі туралы әңгіме бұл батыл күрескердің қайта тірілген жолы, осы мұраны жалғастырушының жолы және біздің заманымыздың нағыз батыры. Спорт қаһармандары. Жас кезінен бастап Станислав мықты жауынгердің бейімділігін көрсетті. Оны достары мен серіктестері аса мақтанышпен еске алады. Нас познакомило вот это вот обстоятельство жизни. Мы стояли сами за себя. Я не поддающийся был. И Стасик
Потом пошли мы в спорт. Я пошел на технику механизации, поступил. Я, значит, там борьба была, борьбу, потом на лыжах, в волейбол, и всякого. А он там в сельхозтехникум поступил. После сельхозтехникума поступил в физкультурный институт. Ауыл шаруашылық техникумында оқыған Станислав аға өзін толығымен спортқа, яғни боксқа арнайды. Бүкіл одақтық жарыстар аясында әуесқой шаршалаңда Тынысбеков 104 жекпе-жек өткізді. Оның ішінде 94 кездесудің жеңімпазы атанды. Он возродил фактически бокс в Талгаре. Его воспитанники чемпионы Союза были, чемпионы республики, призеры республики. Он за каждого гордился. Он как тренер, вот Алматинская область вся держала спортивное общество «Кайрат». «Динамо», «Труд», «Урожай», там Россия, «Кайрат». В «Кайрате» мы Алматинскую область при нем неоднократно, 10 лет или 20 лет держали первое место. Выезжали на межведомственные соревнования по Союзу, в Москве, Литве, Луганске, где бы мы только не были. В Луганске вот были чемпионат, там он чемпионом мира стал. Нет, Бахтыбаев Ильяс, 48 километров. Минаков Витя, он 8-кратный чемпион Казахстана, получавший. Потом в Ташкенте землетрясение, мы после землетрясения приехали, чемпионат Советского Союза среди профсоюза был. И там есть, я сужу, а Стас секундирует. Он чемпионом Союза стал. Станиславтың ерлікке деген рухы көпшілікті таңғалдырды. Алайда біздің кейіпкеріміз жүрегінде романтикалық сезімдерді де сақтай білді. Ол 1958 жылы өзінің болашақ жары, өмірлік серігі Нұрханмен кездескенде жар таңдау туралы күмәні ешқашан болған емес. Дәл осы өзара сезімдерінде ерлі зайыптылардың толық түсіністігі қалыптасты. Жас жұбайлар үшін өмірдің ең бақытты парақтары ашылып, қыздар педагогикалық институтын бітіргеннен кейін Нұрхан Талғарда орыс тілін үйрете бастады. 1975 жылы отбасы Есік қаласына қоныс аударды. Осы уақытқа дейін Тынысбековтерде 3 бала, Сәуле атты әдемі қызы және әулетті жалғастыратын Асқар мен Бақыт тектес 2 ұл балалары өсті. Бектасова Нұрхан Сүттібай қызы қоғамдық қызметте үлкен тәжірибеден өтіп, абырой мен құрметке қол жеткізді. Білім министрлігінің тапсырмасы бойынша ол Венгрияда орыс тілінен сабақ берді. Мәскеуде КСРО мәдениет министрлігінің қолдауымен өткен идеологтар съезінде қазақстандық идеологиялық жұмысты жоғары деңгейге көтергені үшін керемет сөз сөйледі. Нұрхан Сүттібай қызы Еңбекші Қазақ ауданының 2-ші хатшысы болып тағайындалып, Станислав Балтабекұлы Есік қаласындағы спорт мектебінің директоры болған кезден бастап, мәдени құндылықтар мен салауатты өмір салтына деген сүйіспеншілік көпшіліктің өміріне қарқынды түрде енгізілді. Әрине, әкенің үлгі өнегесін алған ұлдары Асқар мен Бақыт та спорттық өмірге араласып, өз қалауларын игере бастады. Онда әркім жетістікке жетіп, танымалдыққа қол жеткізді. В связи с тем, что он с 1975 года здесь директор спортивной школы, то есть он отвечал за все, за всю спортивную деятельность и переживал душой за все виды спорта. Для него было важно воспитать не просто спортсменов, хороших спортсменов, но и хороших людей. Он вот этому посвятил всю свою жизнь. Еңбекқорлық, әр істің жаны және әл-ауқаттың кепілі. Адал жұмыс істейтін және үй міндеттерін бірлесіп орындайтын ата-аналардың жеке үлгісі сияқты отбасындағы тәрбиенің мұндай факторын асыра бағалау қиын. Детям что смогли, то дали. И их воспитывали так, чтобы они были честными, добросовестными. И любили, конечно, свою родину, свою землю. Вот, это большое дело. Баланың анасы мен әкесіне
Атасы мен әжесіне, бауырларына деген сүйіспеншілігі оны еліктеуге, олардан үлгі алуға итермелейді. Сондықтан отбасының әрбір ересек мүшесінің ең жақсы адами қасиеттерді тәрбиелеуі, отбасына адал, шыншыл және әділ болуы, отбасында өзара түсіністік пен сыйластық нығаю үшін екіншісінің пікіріне шыдамды болуға ұмтылуы өте маңызды. Еңбек және отбасы бөлінбейтін санаттар. Отбасы әрқашан қоғамның еңбек бірлігі болған және болып қала береді. Сондықтан ата-аналардың балаларына қалдырған мұрасының ең жақсы түрі шексіз еңбекқорлықты тәрбиелеу. Каждая дочь считает своего отца самым лучшим, но мой папа, мне кажется, действительно был необычным человеком. Я его с детства всегда помню очень добрым, очень любящим свою супругу, маму, любящим детей. Удивительно, на выпускном вечере в школе со всеми были мамы, а до утра со мной находился папа. Когда я поступила в Ленинградский институт культуры, меня повез туда тоже папа. И такие воспоминания, вы знаете, когда стоял поезд и нужно было уже уезжать, и весь перрон плакал, потому что папа плакал. Әділдікке деген құштарлық, әдептілік және жауаптылық сияқты тамаша қасиеттерді олар балаларына да, немерелеріне де бере білді. Біздің ел ардақтаған, ел құрметтеген Станислав ағамызсыз өтіп жатқан әрбір сәт, әрбір күн ағаның алыстаған сайын ұлы тұлға екенін, керемет батыр қабілеті бар екенін, қазақи болмысы бойына сіңірген жастарды, қазақ жастарын тәрбиелеуге бар үлесін салып, бар қайратын салып, спорт залдар ашып, соларды жұмылдырып, әрбір сондай сәттері есімізден түсіп отырады. Соңғы кездерде айтқаны ағаның әлі есімде, мен жақсы ұрпақ қалдырып баратырмын. Менің балаларым Асқар, Сәуле, Бақыт, міне өзіне сенімді, өте тәрбиелі болып, өзін-өзі қамтамасыз ететін, ешкімнің қолына қарамайтын азаматтар өсті. Мен соған өте ырзамын. Мен башы жалпы өміріме ырзамын деді. Құрметті ағайын, қадірменді бауырлар, бүгінгі Станислав Балтабекович ағамыздың бір жылдық қасына Қазақстанның әр тарапынан келіп қатынасып отырғандарыңызға шексіз алғыс білдіреміз. Осы 1963 жылдан бастап мен 5 класста оқып жүргеннен осы Станислав аға мен Нұрхан тәтемнің қолында өсіп тәрбиелендім. Осы сәттерде Стасик ағаның Нұрхан тәтем екеуінің арасындағы бір-біріне деген махаббатын, сүйіспеншілігін, зор адамгершілігін көріп өсіп тәрбиелендік. Ағаның мінезі керемет болған. Ағаның анау өзінің балаларының анасына сүйіспеншілігі қандай болса, бүкіл елге де сондай болатын. Әрбір жас балаларға бокстан тренер болған кезде әр бала үшін жүрегі ауырып, соларды тәрбиелеп, өте зор жауапкершілікпен жұмыс атқарып, солардың әрбір ісіне қуанып отыратын. Міне, 30 жыл бойы есікте Станислав Тынысбековтың құрметіне жастар арасында бокс турнирі өтіп тұрады. Бүкіл Қазақстан мен таяу шетелдер үшін жақсы дәстүрге айналды. Жыл сайын турнирге әйгілі ардагерге құрмет көрсететін елдегі көптеген танымал тұлғалар қатысады. Ғасырлар бойы қазақтар кез келген істе ержүрек ізашарларға үлкен мән берді. Қазақстанның спорттық өмірінде осы саланың дамуына зор үлес қосқан көптеген танымал
және лайықты тұлғалар бар. Станислав Тынысбеков спорттың аса көрнекті қайраткері, есімі бас әріптермен айшықталып жазылған педагог және адамзаттың нағыз үлгісі ретінде лайықты болып танылды. Жатқан жеріңіз жарық болсын. Құрметті де қадірлі бір туар азамат Станислав Балтабекұлы.